Kanalıma hoş geldin. Balaqay, бүгін біз жыл мезгілдерін үйренеміз. Жыл мезгілдері. Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде қар жауады. Аққала соғамыз. Далада мұз қатады. Күн суытып, қалың киім киінеміз. Ағаштарда жапырақ болмайды. Жаңа жыл мерекесін тойлаймыз. Далада қармен ойнап, шаңғы тебеміз. Шанамен сырғанаймыз. Қыс мезгілінің ай атаулары: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Көктем мезгілі. Көктем мезгілінде қар еріп, жасыл шөп шыға бастайды. Ағаштар бүршік жарып, гүлденеді. Алғашқы гүл болып, бәйшешек шығады. Құстар ұшып келе бастайды. Адамдар ағаштарға күтім жасап, гүл егеді. Қазақтың Наурыз мерекесі тойланады. Көктем мезгілінің ай атаулары: Наурыз, сәуір, мамыр. Жаз мезгілі. Жаз мезгілінде күн ыстық болады. Адамдар суға, бассейнге шомыла бастайды. Ағаштарда түрлі жемістер піседі. Балмұздақты жиі жейтін боламыз. Жеңіл киімдер киінеміз. Жаз мезгілінің ай атаулары: маусым, шілде, тамыз. Күз мезгілі. Күз мезгілінде ағаштар мен жапырақтар сарғая бастайды. Жиі жаңбыр жауады. Күн суытып, жылы киім кие бастаймыз. Түрлі көкөністер піседі. Балалар мектепке барады. Күз мезгілінің ай атаулары: қыркүйек, қазан, қараша. Балақай, біз жыл мезгілдері мен оның ай атауларын айтып үйрендік. Канал ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпа.